Еліміздің жетекші байланыс операторы Қазақтелекомның қызметінің пайдаланушылар саны күннен күнге артып келеді. Мәселен, Алматы қаласында тек қана кең жолақты мегалайн интернет желісі абоненттерінің өзі 160 мың адамнан асқан. Бүгін Алматы Телеком басшылары мерейтойлық абоненттер мен компания қызметінің ең көп пайдаланатын тұрғындарды марапаттады. Қазақтелеком акционерлік қоғамы үстіміздегі жылдың 1 шілдесінен бастап өз абоненттері үшін жақын және алыс шетелдермен телефон байланыс тарифін едәуір төмендеткен болатын. Яғни тмд елдеріне қоңырау шалу 25 теңгеге, алыс шетелдермен байланыс 45 теңгеге арзандады. Мысалы, Максим осы мүмкіндікті пайдаланып көрші Қытаймен күніне 1 сағаттан артық сөйлесіпті. Қазақтелеком арқылы қоңырау шалу тез, әрі ауа райының қолайсыздығына қарамастан байланыс жылдам қосылады және дыбыстың сапасы басқа ұялы телефондар мен карточка қарағанда өте жақсы. Бүгін Алматы Телеком басшылары компания қызметін көп тұтынған осындай тұрғындармен кең жолақты мегалайн ғаламтор желісіне 158-ден 162 мыңыншыға дейін қосылған абоненттерге арнайы сыйлықтар табыстады. Немерем студент, үйде интернет болған жоқ. Үнемі құрбыларына жүгіріп жүретін. Ал жақында сатып алдық, жолымыз болып жеңімпаз атандық. Қазір Алматы Телеком қалалық телекоммуникациялар орталығын тіркелген байланыс желілерінің саны 523 мыңнан асқан. Бұған қоса қала тұрғындар арасында ID-net, ID-host сияқты заманауи қызмет түрлерін пайдаланушылар саны артып келеді. 2009 жылдың 16 қараша айынан біз ГТС Алматы Телеком цифрлық интерактив теледидар ID-net брендмен содан бастап біз 7 мыңнан артық абонент қосылып осы қызметке қосылған. Сондай-ақ Алматыда аналогта 6 станция толығымен сандық жүйеге ауыстырылды. Артур Избас, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматы.